ішінде директор болып кетсе 275 мыңды 2 каталогтан кейін береді, сосын 6 каталогтан кейін қорғағаннан кейін тағы 275 мың теңге беретін болатын еді ғой. Көрдіңіздер ме? Бұда да дәл сол быстрый старт кеткен жоқ қыздар. Сондықтан арттарыңыздан жаңа адам келіп директор болып кетіп жатса, 275 мыңды тағы ала алады. Сонда міне көріп тұрсыңдар ғой. Енді үшінші мүмкіндік. 8 каталог еді ғой, оның екеуін қорғап тастадыңдар. Енді 6 каталог қорғайсыңдар. Қорғау деген манағы 3000 балды ұстап тұрасыңдар деген сөз. Сонда сіздерге 275 мың теңге тағы береді. И Турцияға путевка. Мынау төртінші мүмкіндік. Қараңыз. Жаңадан тіркелген адам миллион алып тұр почти, да? Миллионнан артық ақша алып тұр. Ищут Анталияға, Турцияға путевка алып тұр. Бұрыннан жүрген біздер, мысалы бұрыннан жүрген не Ұлмекен, 500 мыңды аласың, қорғағаннан кейін 275 мыңды аласың, дейді Анталияға путевкаңды аласың. Еще директор болғаннан бастап, міне 16 мың ақша 9%-ке берілді ғой. Директор болғаннан бастап сіздің табысыңыз 200 мың болады. 21 мың сайын. Біздің директорлар оны алып жатыр. Әрбір директор болған адам 200 мың теңге 21 күн сайын алып отырады. Бір жылда 18 рет. А егер оның артындағы мына кісі директор болып кетсе, компания оған 5%-ін төлеп, соны авторский доход алатын ал. Как пенсия, да? Мысалы 50 мың теңге түсіп тұрады. Мана айттым ғой мен сіздерге, мен 6 пенсия аламын дедім. Сосын үкіметтен 1 пенсия аламын дедім. Мына түсіп тұрған пенсия менен кейінгі директор шығарғаным үшін компанияның беретін маған пенсиясы. Түсіндіңдер ме? Бұны менің жас келінім 34 жастағы іңкәрді алып отыр. Бриллиантовый директор болды. Бұндай авторский доходты кімді түймеш алып отыр екеуін, кім ағия алып отыр, кеше атынан директор шықты, бір пенсияны. Сөйтіп, атынан директор шыққан әрбір адамның атына компания мынандай авторский доход төлеп тұрады қыздар. Өздерінен кейін директор шыққаны сіздерге выгодно. Мына жерде түсінбегендерің бар ма қыздар? Түсіндіңдер ғой, да? Сонда товар ала отырып, итак бұрын ана магазиннен, Данадан, Аманнан, Сарбазардан алып жатырмыз. Киімді алып жатырмыз, міне мына жап-жаңа көйлекті алып тұршы. Киіп алып, міне көйлек. Этикетіңді алдың ба? Жоқ, этикет сағатында міне. Қарашы. Мына көйлек неше теңгеге алдың? 4 мың теңгеге. Мына көйлектің неден киімдігі бар? 25 мыңның көйлегі. Скидкамен алды, міне. Осындай киімді де басқа жерлерден алып жатырмыз. Нормально, сыртынан кәжекейді киіп алып, бешпетті киіп алып, анау жүрлерге кісті кетіп келемелесіңдер. Осындай санақша киімдер бар. Міне жерден сұрақтарыңыз болмаса, тағы да компанияның біздерге жасап жатқан тағы бір жақсылығын айтып жіберейін. Ол біздерге үлкен кәдімгі ақтататын программа коктейльдер келейін деп тұр. Коктейльдің ішінде бәрі бар. Бәрін қосып, ананы-мынаны қосып ішпейсіңдер. 15 күн ішетін коктейль 9 мың теңге тұрады. Америкамен бірігіп, сол коктейль шығарып жатыр. Келеді енді аманшылық болса. Арнайы весе болады, сонымен өлшеніп, әрі қарай мысалы өзі артасы келетін адам ішеді. Гормон жоқ, ешқандай гормональный емес, тәуелдік қылмайды. 2 ай ішесіңдер, адамның өзінің Алла тағала берген бойыменен қанша салмақта болу керек, соған дейін ақтатады болды. Гормон жоқ ешқандай. Сосын тағы бір ерекшелік, міне нөмірі, жаңа жерде каталог бар еді ғой. Жаңа каталог шықты, қазір нөмірі 16 каталог. 16 каталогта керемет жақсы көйлектер береміз деп. Жаңа несі видеосында көрінді. Осы көйлектер міне шықты. Осы көйлектерді енді киімдерімізді телевизордан көрсететін болады. Барлық каналдан. Ол да біздерге жақсы көмек. Мысалы сіздер айтасыңдар, міне біздің киіміміз телевизордан көрсетіліп жатыр дейді. Енді директор болу үшін бірнеше түрлі мүмкіндікті компания біздерге беріп тұр қыздар. Алуға бола ма? Қалай білесіздер? Міне жерде бірнеше VIP қыздар отыр. Қыздарды суретке түсіріп алыңдар. Клара түне жүріп отыршы. Отыр.
Тоғышты әкеліп қойып. Сыйғанша сыйдық. Тағы да сосын қазір лотерея ойнаған уақытта нетеміз. Шеке-шеке түсіреміз. Жақсы. Неге жібересің? Енді мен қыздар, мына керемет жақсы тауарларымыз бар ғой біздің. Мына витаминдерді кейбіреулер витамин екен деп білмейді. Бадиларымызды да. Сол туралы мына керемет жақсы сабақ болды. Соны Ағия тыңдады. Қазір мен Ағияға сөз берейін, кішкене витаминдер туралы айтып жіберсең. Себебі адамдарға айту үшін сіздерге керек ол. Мақтау үшін. Кел отыр, мына жерге отыр. Ағия қайда? Отыр ал. Ағия, кел ол. Айтам, мына бадилар туралы кішкене. Сәлеметсіздер ма? Қош келдіңіздер. Мен өзім таныстыра қояйын асқаша. Менің атым Ағия Жұмабаева. Осы компанияда жүргеніме 4-5 жылдай болды. Бірақ енді алғашында бұны бизнес деп жасаған жоқпын. Тек кәдімгідей тіркеліп 1-2 жылдай жүрдім. Содан кейін осының дұрыс бизнес екендігін түсініп, қазіргі таңда осыны бизнес қылып жасап жүрмін. Енді бадилар туралы деп айтады. Ең бірінші тіркелгенде біздер барлығымызда тек моющий заттарды алып жүрдік. Бірінші тек қолданбаймыз деп, маған бұндайдың заттар керек емес деп, тек сатып жүрдім. Біз магазиніміз бар еді, ештеңесінде қолданбаймын. Содан кейін жайлап, осындай келгеннен кейін тек моющий заттарын қолдандық. Бадиларға, косметикаларды вообще қарамаймыз да, мынандай қолдан. Бадиді тіпті қарамайтын еді. Сосын осындайда бір күн осындай сабаққа келіп отырған бір кісі ішінде дәрігер екен. Сол сіздерде осындай керемет товар бар деп, мен грипп болып қалып, мұрным бітіп сөйлей алмай тұрып едім ғой. Сонда айтты, сіздерде бір живица деген бар, сол кезде мына мұрын біткенге, танауға, бәріне керемет зат қой деп сөйдетті. Мынаны мен бір осыны алып, осыдан кейін грипп жақсы болып кеттім. Танау үйде, сосын жаңыз өзім емес, осының үйдегі біраз адамға пайдасы дейді. Мынау тек грипп болып, мына мұрын біткен уақыттарда тамағың бітсе, тек қана уақытша ашып қоймай, жалпы жақсы емдейді екен. Содан кері қазіргі таңда мен осыны бади туралы өзім толық кәдімгідей енді адамдармен жұмыс жасайтын болғасын жерде 2-3 осының мамандарменен толық кәдімгідей оқып, осымен жұмыс жасап жүрмін. Өзім де осыны қолданып жүрмін. Бади дегеніміз жалпы биодобавка деп айтылады ғой. Біздегі бадилар, басқа кейбір компанияда бадилар бар, енді МВ дейді, басқаларда бар ғой, олардікі енді тезірек әсер етеді. Біздегілер шөптен жасалынған, бұлар орыстың ұлттық еміндегі шөптер. Мына мысал үшін живица дегеніміз, мына шырша, қазақша балқарағай дейді. Соның майын сығындысынан, барлық бадиларды енді бөлек-бөлек жеке айтып болсам, оның әрбіреуінің өз жеке сабақ өткізуге болатындай бадилар, бұлар адамға жай-жайдан әсер етеді екен. Біздер өзіміз қолданып жүргенде, енді қалай бірінші қолданып жүрдік, енді әсер еткенін білмей қаласың, қалай жазылғаннан кейін барып білбесің, жайлап әсер етеді. Енді бізде Америкамен бірігіп 32 түрлі бади шығайын жатыр тағы да. Мына бадиларды да енді жаңағы 50 балға 12 мыңға обучение аламыз деп отырық қой. Соның ішінде продукты для здоровья деген несі бар. Бүгін мана үзіндісін оқып тыңдадық, мамандардың айтып отырғанда жаңағы Москвадан. Сонда мына бадиларды ішкенде көбіне бұны емдегенде, бұл емдік үшін де ішуге болады, для профилактика ішуге де болады. Емдік үшін ішкенде көбіне күзде, көктемде ішсе, бұның емдік қасиеті жақсы әсер етіледі дейді. Жазға қарағанда да. Және бұны емдік үшін ішкенде для профилактика барлық уақытта да ішіп жүресің ғой. Бірақ 3 айдан кейін өзінің несі бар, 3 ай ішкенден кейін перерив жасап, қайтадан ішіп жүруге болады. Для емге ішкенде іше беруге де болады барлық уақытта да. Бұл жерде очищающий дейді, для профилактика дейді, енді әртүрлі ғой, для иммунитета дейді, арықтау үшін деп әртүрлі бадилар бар да. Соның ішінде бұл бадиларды кішкентай балаларға да болады. Для жаңағы иммунитета дейді ғой, оны мысалы кішкентай балдарға бергенде енді кейбіреулер қарап беру керек, балаға бола ма, болмай ма деген дейді. Жалпы
для профилактика жаңағы иммунитет дегендерді де солай. А былай БАДыларды кішкентай балаға да беруге болады, барлығында көбін. Жаңа биодобавкілердің бәрін. Кішкентай, бірақ оның тек дозасын кішірейту керек екен. Кішкентай балдарға, мысалы үшін күніне осындай десе, кішкентай 5 жасқа шейінгі балдарға 4-тен 1 бөлігін, ал 8 жасқа дейінгілердікі одан сәл көбірек, ал 14 жасқан асқандардың барлығы ол кәдімгі үлкен адамдікінде қылып ішу керек мына БАДыларды ішкенде. Сосын бұның ішінде жаңағы коктейльдер шығады ертең. 16-шы каталогта шығады ғой, да? Ол 18-де шығады. Жалпы 18-ден бастап коктейльдердің барлық түрлері. Бұлардың балы да күшті, несі да күшті. Мынандай бар, алой деген бар. Бұлар ақшалар ондай қымбат емес бұлар. Неге десең, бұл Фаберликтегі товарлардың қымбат болмайтын себебі бұлар российский товар, бізде доллармен ешқандай несі жоқ. Сосын ең арзан жол темір жолмен келеді. Сосын шет МВ дейміз ғой, олар доллармен есептеледі сатып алғанда, сосын ең қымбат жоқ, самолетпен алып келеді. А біздерде пойызбенен Алматыға, Алматыдан бізге қарай ең арзан жол темір жолмен келеді, сол үшін. Енді бұны бөлек-бөлек айта берсең, несі көп қой, енді жалпы чаттарға кімнің несінде группаларында болса, кімнің командасында чатқа қосып тұрса, енді чаттардан бөлек-бөлек әр продукциялар жайында сабақ өтіп тұрамыз. Чаттарға кіріп сабақтары бөлек тыңдап отыруға болады. Сосын 50 балдың ішіне кіріп сабақтарын әрбіреуін бөлек-бөлек айтылар. Қалай қолданады, кімге қолданады, қандай қолданады, соның бәрін неден, обучениеден алып отыруларыңызға болады. Любой уақытта сұрақтарыңыз болса, сұрап не алуға болады. Жақсы қыздар көп. Рахмет сізге. Енді біздер лотереяның кезегін берейік, ойнатып берейік. Енді бұл лотереяның біздер өзіміз осы офистен ойнатып жатырмыз. Мына Ария екеуміз бірігіп отырмыз қазір. Өзіміздің жаңағы 2 каталог 50 балл жасаған адамдарымызға және 100 балл жасаған адамдарды қосып отырмыз. Келесі аманшылық болса тағы да 2 каталогқа жасаймыз деп жоспарлап отырмыз. Енді бізде 54 адам қатысқан екен. Жан-жақтан, басқа жақтардан да бар. Оларға видеодан түсіріп жатырмыз, жібереміз. Әділетті ойнаймыз деп ойлап отырмыз. Кім не ұтады, ренжімесін деп. Ал ұтпай қалған адамдардың өзіне де порошок береміз, моющие средства береміз. Бұл 30 қыздар лотерея. Ал пылесос 30 емес, сыйлық. Сол екі ортасын анықтап біліңдер. Көп деген адамдар лотерея деп. Кеше компания 5 миллион 2 ақша қойып лотерея ойнатты, білесіңдер ғой? 5 миллионды қазақстандық әйел Тараздан ұтты, сосын біреуі Украинадан ұтты. Сотовый телефондар жан-жақта көп жерлерде ұтылды. Алынды да, біздің Маңғыстауда сотовый телефон ұтылған жоқ. Бұрында болғанда ұтқан болатын. Бұл жолы Атыраудан көріп ұтты. 3 адам Атыраудан 400 мың сотовый телефон ұтты. Компанияда ұйымдастырып жатыр. Біздер де енді олардан қалмайық деп ұйымдастырып жатырмыз. Ал ұтыстарымыз тағат ұстап тұрасың ба? Бір-бірлен тағат ұстап Әжемі оқы, мен құттықтап тұрайын мына жерде. Орташа Айтпашы, не дайын түсіреді? Usta da zaten Мынау біздің Фаберлик компаниясының массажері. Коврик. Білесіңдер ғой, иә? Денсаулыққа өте пайдалы. Тамақ пісіріп жатқанда аяқтарың астына салып қойсаңдар, нервтерің басылады, ашуланып болмасыңдар. Улыбаева Нұрқия. Нұрқия жоқ. Келмеді. İşte salып қойып, қысып қойып. Иә. Келесі ұста. Келесі мына
Сидушкин есімі жаңағы. мынау деген валик мына массажер біздер йога қатысамыз осымен істегенде мына белге Самазарова Мереке. мереке тоже жоқ ауылдық жерде тұрады ауылдық жердегі адамдар да бар келесі товар Келесі сковородка. компаниянікі емес былай сатып алған ондай товарды қосайық деп ұйғардық Иркалиева Мухсина. келесі товарды жайлап так келесі Бергенова Құралай. тоже ауылда ішіне несін салды қойып оларды да түсіріп тұрсыңдар ғой да Айналдырып тұрсыз құдай. Ержанова Қаракөз. ой мен Шамшиев Қанат. 9%-ке шықты шәмши қанат қанат деген Орешница ма тогда не келесін Миксер. миксер Таминова Динара. енді осыға тапсам бастап 100 бал жасауға жұмыстанасың түсіре бересің істей беріңдер қыздар бізге қарама Далова Зиба. Ол күндізмен де мен адамым. ішіне салып жая қой. жұмысқа Сізбенге кетті. Сұлтанова Гүлзия. Ая сен беріліп тұршы ана видеоға Утебаева Алтынай. Алтынай, Менің қызым. жұмыста олар Енді сидушкин алайық. Сидушкасы денсаулыққа пайдалы аяқтардың астына қойып жатқанда геморрой простатит Алиева Менсұлу. жоқ ішіне салып келесі Но хлеболекті сумкасы. Алтынға береді. Бәріміз Мухамбетова Сара. жоқ өзенде ішіне салып Гречневый жаздық мен. мына жастыққа жатып көріңдер ма қыздар өте керемет екен ұйқыларың жақсы болады Байемирова Айман. Ақтөбе. Кел маған айманға беріп жібересің жасай беріңдер қыздар Правда, сидушкин екен. Гречневый. Жолдыбаева Гүлжамиля. адамдардың бәрі жоқ болып қалды Бүгін намазды дұрыстап сұрап Менің адамдарым Сакен, еңбегі бар. Алиева Альбина, мама менің адамым.
ауыстыру керек. Жолдан тайдырмаңдар, жолдан тайдырмаңдар. Аспанға қарап тұрып ал. Жоқ. Ойнап айтыр. Бәрі орап отыр ғой. Жұмағазиева Гүлімай. Атыраудан. Апам Гүлімай. Міне тағы жас гречка. Матикеева Рахила. Сақилап бара, ол келген жоқ. Гран-приз кімге? Мыналар қолдаймын ба, шыққан істеймін. Көтермей ақ қой солай. Көтер, барып келіп Алатыдан бұл көтеріп алады қазір. Иә. Вау. Майлыбаева Нұржамал. Айламай отыр, шамалайда. Жоқ? Иә. Бұл жерде жоқ не болса да, ішіне салып қой. Майлыбаева Нұржамал. қалғандарын бәрін мыналарды Ойната бер, ойната бер. барлары біліп жібереді. Жоқ, ойнат. Ойнатамыз бізге басқа адамдар бар екен. Восьмой лимит шампуньменен Серікбаева Нұржамал. Жоқ, не, өзі. Ішіне сала бер. Есімбетова Камиля. Менің адамым. Жоқ, ондай ойы, ондай. Ұяқталады ма? Алена Ахмадуллинаның бүкте. Әкім Ақмарал. Айтқан сайын енді бұл. Лақсы келді. Иә, әкет. Дұрыстап тапсырайын. Ренатаның Кел, Марал. бүкте. Реева Назира. Назира, кел.